Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін банафи пайдың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқаға қант саламыз, сары май саламыз. Барлығын жақсылап бір келкаға араластырып аламыз. Ұнымызға қамыр қопсытқыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Біртіндеп жұмыртқалы массаға салып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Иленген қамырымызды жарты сағат холодильникке қалдырамыз. Менде осылай асты шешілетін съемный форма, диаметрі 24. Қамырымызды үстіне жайып аламыз. Артық тестасын осылай кесіп алып тастаймыз. Астын вилкамен пісіп шығамыз. 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Қамырымыз толықтай суыған соң үстіне варенка жағып шығамыз. Кремімізді дайындаймыз. Оған творожный сырға қант салып, жақсылап бір келкі масса болғанша миксерлейміз. Кейін салқын сливки 33%-дан жоғары болу керек. Қосып, жақсылап қою крем болғанша араластырамыз. Кондитерский мешокқа кез келген насадка салып, соның ішіне кремімізді саламыз. Банандарымызды кесіп дайындаймыз. Пирогтың үстіне орналастырып шығамыз. Бананды қойып болған соң үстіне кремімізді саламыз. Өз қалауларыңыз бойынша семдесеңіздер болады. Пирогымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.